Жұмыртқа арқылы орны табу әдісі. Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге кейбір ескі медреселерде қолданылған ерекше әдіс туралы айтып беремін. Ұрлық болған кезде ұстаздар бүкіл шәкіртті тұрғызып, әр қайсына бір жұмыртқа ұстататын болған. Сосын, кім ұры болса, соның жанында жұмыртқа жарылады деп жариялайды. Ал бұл қалай жұмыс істейді? Сиқыр ма? Қандай құпиясы бар? Бұл ешқандай тылсым емес. Бұл таза психологиялық әдіс. Ұстаз шәкірттерге былай дейді: жұмыртқаны қатты қысыңдар. Ал ұрының қолында жұмыртқа жарылмайды. Неге? Өйткені кінәлі адамның психикасы өзгереді. Ол әшкереленіп қаламын деп қорқады. Жүрегі дүрсілдеп, алақаны дірілдейді. Қатты қыса алмайды. Нәтижесінде ұры жұмыртқаны шәй ғана ұстап тұрады. Жарылмайды. Ал кінәсіздер сенімді күйде нық қысып, бірінің жұмыртқасы жарылады. Сөйтіп жұрт, неге барлығында жарылады да, ал мынаныкі жарылмайды деп қарап, ұрыны оңай табатын болған. Бұл әдіс шын мәнінде адам психологиясын қолдану арқылы ақиқатты табу тәсілі. Ешқандай сиқыр да, керемет те емес. Егер мұндай тарихи танымдық ақпараттар қызық болса, лайк басып, жазылып қойыңыз. Келесі видеоларда тағы да қызық деректермен кездесеміз.